Саламатсыздар ма? Бүгінгі сабағымызды бір-бірімізге тілек айту арқылы бастаймыз. Қане, Рудольф, давай. Динара, ақылға кеңеу бол. Рахмет, Рудольф. Альмира, тойда сәнде бол. Рахмет. Жуалира, ойда мәнді бол. Рахмет. Динас, кішіге кем бол. Рахмет, Жуалира. Алибек, тойда сәнде бол. Рахмет. Алина, кішіге кем бол. Рахмет. Аида, ойда мәнді бол. Рахмет. Азиза, ойда жүрек бол. Рахмет. Артем, тойда сәнді бол. Рахмет. Данил, кішіге кем бол. Аблет, жұмар бол. Рахмет. Рудольф, оқуда жүрек бол. Рахмет. Алдарындағы сөздер арқылы бүгінгі сабақтың тақырыбын анықтайық. Қане сөйлеміз тұрады? Сөздер арқылы. Жақсы. Жақсы. Қане кім оқиды? Оқиды. Әке көрген оқ жона. Өте жақсы. Әке көрген оқ жона. Мұнда қандай тірек сөз? Әке. Әке жақсы. Құрылған жүгері әдісі арқылы әке бойында қандай қасиеттер болу керек деп ойлайсыздар? Мейірімді, қамқор, сыйлы, Жақсы. мықты, еңбекқор, сыйлы, қадірлі, Білімді. әдепті, абыройлы, Жомарт. Ал енді балалар, оқулықтарыңызды ашамыз. 14-ші бетте әке мен бала деген әңгіме бар. Соны өзіңіз іштен оқимыз. Әр топтың алдында өз тапсырмалары бар. Бірінші топ, өз тапсырмаларыңызды оқыңызшы. Әке мен бала әңгімесін оқып кластер жасаңыздар. Онда шығарманың тақырыбы, автор, негізгі кейіпкерлері, идеясы, мақал мәтел болу керек. Кластерді Google айт арқылы жасаңыздар. Рахмет. көріңіз қойныңызда. Жақсы. Үшінші топ. Шығарма бойынша Google Диск арқылы тест құрастырыңыздар. Жақсы. Бір жасап, баласын ертіп, өзімен жаяу қайтып келе жатыр. Жолда қалған ақын ескі дағанын сұрап баласына. Ана дағаны балам ала жоқ. Сынып қалған ескі тағаны алып, не қылай? Қаланың шетінде тамыршы ұсталар бар екен саған жеткен сон. Әкісі қайылылық манағы тағаны соларға 3 тиынға сатты. Сәлемет, бе тағаны қаншаға аласыз? Сәлемет, 3 теңге. Шие, сатам, шие. Сәлеметсіз бе, шие қанша теңге? Сәлемет, 3 теңге. Біраз жер өткен соң әкесі жатқан бала жерде кісенің шиені жерден алып аузына салады. Біраз өткен соң тағы бір шие салымен әр жерде әкесінің қолынан түскен шие 10 шақты рет үйлеп жерден алып жеді. Ең соңында әкесі топтап баласына шиені орамалмен бәріп тұрып. Көрдімбен ана тағаны жамансынып жерден бір ғана иіліп, көтеріп алуға ерді. Енді сол тағаға сатып алған шиенің жерге түскенін аламын деп бір еңкілдің орнына 10 еңкілдеді. Мұнан бұлай есінде болсын, аз жұмысты кемсінсаң, көп жұмысқа тап боласың.
Azga kınahar bilmesen köpten kör kalasın. Ал енді бұл топтың жұмысын бағаланды. Бірінші топ. Еркелер ойындары жақсы сымдады. Сымды болды, еңдек еңсе еңдей. Төрді қамның еңдей. Деген келеді. Жақсы. Ал енді сендердің топтарың? Қойылым жақсы болды, Альмир өзіңді жақсы атқарды. Жақсы, өте жақсы. Рахмет, отырыңдар. Әке мен бала. Негізгі кейіпкерлері. Әке бала. Авторы. Ыбырай Алтынсарин. Туған жылы 1841-1889 жылдары. Туған жері Қостанай облысы. Шығармалары: Әке мен бала, Бай баласы мен жалы бала, Өрмекші, Құмырсқа, Қарлығаш. Мақал Матиль. Аз жұмысты қиынсынсың, көп жұмысқа тап боласың. Азға қанағат ете білмесең, көптен құр қаласың. Идеясы. Әкесінің тәрбиесі. Жақсы, рахмет. Ал енді бұл топтың жұмысын бағалайық. Сендердің топтарына кім айтады? Әдет айта ғой. Әке мен бала әңгімесін білемін. Ыбырай Алтынсариннің туған жылын білемін. Ыбырай Алтынсариннің сұрмаласы білгім келеді. Өте жақсы. Ал, айта ғой. Ыбырай Алтынсариннің туған жерін білемін. Ал енді топқа жіберілген сілтеме бойынша тестті орындаймыз. Тест қорытынды бойынша барлығы да 6 ұпай алды. Жақсы. Бағалайық. Екінші топ бастаймыз. Тест жеңіл болды. Мен тестті тез өттім. Бәрі өте жақсы. Бұл әңгімеде қандай ой түйдіңдер? Айта қойыңдаршы. Айта қой. Әке тәрбиесін көрген бала. Жақсы. Тағы да. Әкесі баланы еңбекке тәрбиеледі. Өте жақсы. Бүгінгі сабақты қорытындылай отырып, алдарындағы парақшадан аяқталмаған сөйлемдерді таңдап, кері байланыс беріңдер. Оқыңдар. Енді мен Ыбырай Алтынсарин туралы ақпаратты білемін. Өте жақсы. Ағашқа сигенді іле ғой. Бүгінгі сабақта мен кластер жасай алдым. Жақсы, іле ғой. Келесі. Маған ерекше ұнағаны сұрақтарға жауап беру. Іле ғой ағашқа. Жақсы. Маған сабақта өте қызықты болды. Жақсы, іле ғой. Мен кластер орындадым. Жақсы. Жақсы. Осымен сабағымыз аяқталды. Рахмет сіздерге. Сау болыңыздар.